2 жарым болғанда оятарсың сен мені. Күрең атты үкілеп мінген қандай, мініп алып қыстауға шапқан қандай, саяқ күреңіңді қысырын жеңгесінен бөлген қандай, сұлтып басып аяғыңды жайменен ау қысырын терезесін қаққан қандай, қыз шығады күлімсіреп қыз алдыңнан үшіп еткізіп бетінен сүйген қандай, не деген аппетит. Сол кездерде мынағынан келіп қалып, тар төсекте тар шапанды жамылып жатқан қандай, сол кезде айтылмайды, сыр қалмайды, кілт ашып сарсаңдық ашылғандай, ақ терде көктер болып шапан асты болған қандай, болған қандай. Болған соң қыз дауылды ойнақшытып шақшаңды қырақпа батқан қандай, айдың жарығымен сайдағатты тапқан қандай, ауылыңа сен қайтарсың әліңді айтып, атыңа бәйгілі болып мақтан қандай, наличке атақ. Ат жөніңізді айтып жіберіңіз енді. Ат жөн? Не алды екен? Аты жөнің. Менің атым Емеңді Қараева, Гүлмира. Емеңді Қараева, Гүлмира. Ойбай, бүлігі келді. Олши. Ат жөнім ба? Менің атым Ермағанбетов Ернар, күннің нұрындай болған Балғадиша әнімен орындалған. Осы Балғадиша әнімен танымын тұрмын. Құмаш? Ол көте береді екен ме? Не қылайын онда? Атымды айтайын ба? Менің атым білсеңіздер Ибн Хасаб, Ибн Қатур, Ибн Сахып, Мери Джава, Инна Шахрух Хана, или кім Насихун Ибн Сава. Фамилиямды айтайын ба, шырағым? Құп көтесің ол